қалқымчы, мен сіздерге ылғи айтып жатырмын, бет сөзсіз қорғалатын нәрсе. Мына бетіңізге мына су тегі, мынау алдына су тегі мынаның алдына өтпейді қалқым. Су, руе, жинхуа, шуаң төртеуінің орнына осы біреуін істетесіз, мынаны жейсіз. Мына жауян дәмбай тай біреуінің ішінен 1000 талдан 3000 талын алып піспесе қалқым. Мына арзаншылықты арзан болып нашарлығынан емес. Сіз әзір жейсіз ғой, осыны сіз сол күні сол бір ай ішінде пайдасын көрмейсіз. Уақыт ұзара келе бір 2-3 жыл өткеннен кейін жеген адам мен жемеген адамның бет терісіндегі парық 10 жылдың парқы шығып тұрады, қалқым осындай. Өйткені бұл асықпай барып сіздің мына бетіңізде леуші болған, енді әжім түскөл жатқан жауян дәмбай леуші болып кеткен. Толықтап, клетка аралықтағы бостық чыңайтып, бостықты толықтырғаннан кейін чыңаятты. Әжім түсудің алдын алады, бетіңізді пақыратады, ағартады, нұрландырады, бетіңізде қотыр-шоқыр, модыр-соқырлар жоғалтады. Мына көйлегімді сіздерге 95-тен қимыл қылып бердім. Мынанда 2 түрлі реңі бар, қалқым. Міне көрдіңіздер ме? Мынау кафе реңі, мынау қара реңі, міне көрдіңіздер ме? 6X-ке дейін шығады. Өніңгі мына көйлектерді де сіздерге 65-тен қимыл қылып бердім. Мынаның белдігі бар екен, мына екеуінің, мынады да 65-тен қимыл қылып бердім, қалқым, міне көрдіңіздер ме? Міне 2 рең. Бұлардан да өте көп малғамады. Мынаны ғой 55-тен қимыл қылып бердім, мынаны. Бұны хелі толық адамдар кесіздер, мынау 3X қана шығады, 3X шыққанмен 4X, 5X сиятындарға келе береді. Белінде белдігі бар, байлаптылам, ұзын шыққан. Өніңгөй мен жаңа айтып жатырмын, мына адам денесінде белок толық болса, адам семірмейді, ауырмайды, сырқамайды. Өніңгөй мынау немене? Мына гайтешін белок деген 55-ке бір құты беріп шыққан. Мынау осы сіздегі қаназдық, дене қуаты әлсіз адамдарға. Ал мынаны денесі семізірек адамдар таңғастың орнына тұтыңыздар. Мынаны да сіз бағанағы сияқты бұларда дәрі емес, тұтынғаннан кейін, мәлім уақыттан кейін бұның пайдасын көресіздер. Өйткені бұл сіздің денеңізге керекті темір құрам, белок, дәрі емес та бұл. Денсаулық сақтау өнімі толықтанғаннан кейін сіз бара-бара денеңізде қаназдығыңыз жоғалады. Белок толықтанғаннан кейін, мысалы, адам денесінде май паршалайтын элемент көбейеді. Сонымен тұйықсыз семірмейсіз, тамақ жей берсіз, қатыржам семірмейсіз. Кейбір адамдар сондай ғой. Мен не үшін су ішсем семірем? Өйткені менің денемде белок кемшіл да, май паршалайтын элемент кемшіл. Ауруға қарсы иммунот күшім кемшіл, осының бәрі. Өніңген әлгі 35-ке 2 құты беріп шыққан мына бет жуғысы ұйықтығым өте таза жуады. Ана бет жуатын жерге пәлен пұл қашылап, батыс шығыс тарттырып бетіңізді әжім түсуін жеделдеткенше мынаны ат жуыңыз. Бір 2 рет барып жуып етіңізші. Керемет өнімін көрмесеңіз маған келіңіз, сұмдық жақсы.